Иә, дәл солай. Мен еңселі елмен қатар туғанмын. Азаттықтың ақ туын желбіреткен жас өрен балдырған бала Қазақстанмен бірге бой жетіп келе жатқаным мен үшін мақтаныш. Ордалы 30-да елімнің 30 жылдығымен тұспа-тұс келеді. 30 жылдық тарихында ордалы елім еңселі елулік сапынан бой көрсеткен болса, мен мақтанар жетістік төмендегідей. Анамның алтын құрсағын ақ қырау қыстың алғашқы айының 12-ші жұлдызында көршілес елде жарып шыққанмын. Тарихи отанында кіндігім кесілмегенімен, қазақ деп соққан жүрегімнің лүпілі ерек болғаны сөзсіз. 1993 жылы 15 сәуірде Қазақстан Республикасының президенті Иран ислам мемлекеттерінен және де басқа мемлекеттерден отандастарымызды көшіріп алуды ұйымдастыру туралы шаралары және иммиграция квотасы туралы қаулыға қол қойды. 2004 жылы осы қаулының орындалу барысында біздің отбасымыз да отанымызға ат басын бұрды. Бала көңілім қасиет тұнған қара топыраққа келгенде алып ұшып ерекше қуанғанды. Ұлы отаныма келген жылы 362 киелі мекеннің Маңғышлақ станциясында орналасқан номері 26-шы орта мектептің 7-ші сыныбына қабылдандым. Ұлы тұлғалардың ұлы істеріне тамсанып, мен де ұлы болуды қаладым. Осылайша 2007 жылы 9-шы сыныпты бітіріп, Маңғыстау гуманитарлық колледжіне ағылшын тілі бөліміне оқуға түстім. 2011 жылы үздік дипломмен тамамдадым. Сол жылы өзімнің бітіріп кеткен мектебіме, яғни Қара Шаңыраққа ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде қабылдандым. 2013 жылы ота оқырдым. Жолдасым екеуміз 2014 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша тұрғын үй алуға жеңілдетілген бюджетті кредит алып, Маңғыстау селосынан 3 бөлмелі пәтер алдық. Жүректің батырлығын талап ететін ұлы еңбегімнің жолында надай жетістіктерге жеттім. 2012 жылы облыстық жас мамандар слетінде бас жүлдені Қанжығаға байладық. Сол жылы облыстық дарынды балаға талант ұстаз сайысында 2-ші орын алып, республикалық кезеңде өз ісінің шебері номинациясына ие болдым. 2013 жылы облыстық тілдарын 2013 олимпиадасында 2-ші орын алсам, сол жылдың аяғында Жас тұлпар 2013 облыстық жастар премиясының жас мұғалім номинациясы бойынша марапатталдым. Тәуелсіздік ғұмырында 30 жылдық тарихы бар егемен елдің өткені тарих келешегі кемел болатын болса, мен де 30 жылдық ғұмырымда шағын отанының түтінін түзу ұшырып, қылықты ұл-қыздарымды қызықтап отырған жас анамын. Бойында күші бар, асқақ арманына нық қадам басып, аяңдап келетін Қазақстанмен бірге бой көтеріп келемін. Әлемнің алпауыт елдермен терезесінен ескен егемен елдің, яғни төл құрдасының тұғыры мәңгі биік болғай. Аңқыған сар далада қазақтығы, көгінде күлім деген ғажап күні. Мен кетермін бір күні, бір апта сен, мәңгі жаса елімнің азаттығы.